жай келе жатсың да бұрынғы жаман мінездерден арылып жатсың, потихоньку қарыздарынан құтылып жатсың, алға қарай жылжу бар, адамдарға мейірімділік танытып жатсың, біреулерге көмектесіп жатсың. Әйтеуір жүрек қағып төс қағып тәкаппарланып жатқан жоқсың. Жақсы келатсың негізі. Сен және мен жақсы келатырық. Досым, алға қарай жылжи бер. Тағы бір айтып қояйын, оразаға 14 күн қалды. Бұйыртса, оразаға дейін жақсы мінезбен кіріп кетсек, оразадан кейін де, оразаның ішінде де өз береді. Қуатты да, парасатты да, еш нәрсен уайымдама, бәрі жақсы болады. Ресурсты Алла Тағала береді. Не ол ресурс? Рызық несібе ғой, беріп қойған ол. Ой, пәленше кетіп ресурсты күн сайын бере бермейді, беріп қойған. Просто біз көрмейміз. Оны қалай көреміз? Біз таңның атысынан бастап өмірімізді позитивпен бастасақ көреміз, негативпен емес. Керек емес ана әңгімені айтып, мынаны әңгіме айтып. Қазір кейбір адамдардың қасына отырсаң, соғыс, қыз, үкімет жеп жатыр, президент анау мынау, Украинада соғыс болып жатыр. Зачем, неге, саған не керек ол? Сенің дамуыңа ол конкретный поддержка ма? Ешқандай поддержка емес қой. Парашняк бір әңгіме ғой, болмайтын. Сол үшін дамуыңа байланысты алға қарай жылжы, ортаңды өзгерт, ортаңды. 5 миллионердің қасында жүретін болсаң, 6-шысы сен боласың дейді. 5 алқаштың қасында жүретін болсаң, 6-шысы сен боласың дейді.